Менің каналыма қош келдіңіз, құрметті оқырман. Бүгін сіздермен бірінші жасалғаннан ақ өте жұмсақ әрі дәмді ерекше синнабон бәліштерін пісіретін боламыз. Дәмі де түрі де аппетит ашатындай болып шығады. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып, үстіне қантымызды саламыз. Артынша сары майымызды ерітіп құямыз. Қантымыз ерігенше араластырып, оның артынша жұмыртқа мен ашытқымызды қосамыз. Содан соң ұнымызды жаймен қоса отырып, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Иленген дайын қамырымызды 1-2 сағат көлемінде жылы жерге қойып қоямыз. Міне осылай қамырымыз көтеріліп дайын болады. Енді оны 2 бөлікке бөліп жайып аламыз. Жайып болған қамырдың үстіне сары майымызды жағып, оның үстіне корицамызды сеуіп шығамыз. Келесі кезекте синнабон бәліштерімізді осылай орап шығамыз, және де жіп көмегімен кесеміз. Жіппен кескен оңай әрі түзу болып шығады. Екінші қамырымызды да дәл осылай жасап шығамыз. Енді дайын синнабондарымызды 180 градуста пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан әртүрлі уақытта пісіп шығады. Менде 15 минутта пісіп шықты. Пісіп шыққан дайын синнабондарымыздың бетіне крем жағып шығамыз. Міне синнабон тәттілеріміз осымен дайын, өте керемет болып шығады. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Рецепт ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіз. Барлықтарыңызға рахмет, сау болыңыздар.